бір күні екі дос орманда келе жатады екен. Кенеттен алдарынан бір үлкен аю шыға келеді екен. Сол кезде біреуі қаша жөнеледі, ал екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады екен. Қашып кеткен жігіт тығыларға жер таппай аю мен досы мінген ағаштың ортасында қалып қояды екен. Осылай не істерін білмей тұрғанда ойна. Мүмкін өлген адам сияқты жерге ит бетімен жатсам, құтылып кетермін деген ой келеді. Сосын жерге жата қалады. Аю келіп, оны басынан искелейді. Ал жігіт болса, ішіне демін жұтып алып, ұйықтаған адамша кептап жата береді. Аю кеткен соң, талға өрмелеп кеткен досы төмен секіріп түсіп, досының қасына келеді де, күліп: «Айтшы шал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» деп сұрайды. Сонда досы: «Аю маған басыңа қауіп-қатер төнген кезде сен тастап қашып кеткен досыңнан сақтан деп айтты» депті.